Достар, сіздермен бірге мен Алдандым Айдары. Бүгін біздің Айдарда алданатын елімізге танымал актерлер Тәуекел Муслим, Жанель Макажанова, Олжас Әлжанов және Ернар Сакупов. Сағыздағы Ернар. Сағыздағы Ернар. Сонымен қатар тағы да басқа актерлер. Құрметті достар, бүгін Гранд Зина мейрамханасында алда осы жігіттердің актерлерінің барлығы түскен «Папа поневоле» фильмінің отырысы болады. Мейрамханаларда отырыс түнгі сағат 11-ге дейін рұқсат берілген. Бірақ бізде жаңа заң шықты. Түнгі сағат 11 емес, 10-ға дейін отыруға болады. 10-нан асып кетсеңіздер, айыппұл салынады. Қысқаша айтқанда, карантин уақытында ресторанда отырған үшін осы актерлерді кішкене қайрайтын боламыз. Былайша айтқанда, жігіттер мінекей әкімшіліктен келіп, осы ресторанда тексеруге келіп, Тәуекел Муслимнің достарының отырысына тап болады. Және де оннан кейін отырған үшін ұрсатын болады, айыппұл салатын болады. Сол сәтте біздің актерлеріміз қандай әсерде болады екен? Барлығымыз бірге көреміз. Іске сәт, жігіттер. Сәттілік. Айта кететін нәрсе, құрметті достар, карантин шараларын сақтанайық, 11-ден кейін жаққа шықпай қояйық. Бүгін 10 деп бастадық негізінде, біздің актерлер енді назар аудармайтын сияқты ғой негізінде. Жаңалық қарамайтын сияқты ғой негізі. Біз ойлап шығарған жаңалықты қарамайды екен. Көретін боламыз. Кеттік па? Кеттік. Осындай табандылықпен мен ойлаймын, енді Алла тағала осы жолын ашып қылып үлкен белестерге жеткізсін. Өзі көздеген мақсаты бар шығар, бізге айтпайды әрине. Дегенмен де қарқыны жаман емес. Капитан полиции Абахан Шамсаевич. А что празднуем, извините? Что празднуем? Да. Шапка. Люди творчество, кино снимали. Это все замечательно, но вы знаете, что сейчас Алмата вошла в зеленую зону, в желтую зону? Что сейчас карантинные меры усилились. Можете, пожалуйста, присесть? Кто организатор данного мероприятия? Граждане, вы знаете, что организатор будет водворен в ВВС на 15 суток. Остальные граждане по решению суда будут либо оштрафованы, либо будут проводить общественные мероприятия по озеленению или уборке снега. Общественные работы. Кто тут организатор? Организатор. Тимур. Все приготовили удостоверение личности? Фотосы бола ма, фотосы бар? Нет, удостоверение личности. Ну, при себе нету, просить. Енді үйтіп түсіру қажет жоқ шығар. Енді мен общественный өзім білемін, иә. Сіз прессасыз ба? Иә. Осындай адамдар ғой, мына халық қиналып жатқан кезінде той тойлап мына жақта. Жоқ, қандай адам, не айтқыңыз келді? Не айтқыңыз келді? Сіздерді айтып отырмын, мынандай дастархан жайып, адамдар қырылып жатыр. Жазда білесіздер, дәрі болған жоқ. Қазір қандай жағдайда болып жатқанын білесіздер. Астананың қазір эмоция беріліп айтудың қажеті жоқ. Жоқ, мен сізге айтып жатырмын. Сіз өзіңіз менің сөзіме жауап беріп жатсыз. Жоқ, сіз қазір личностьқа кіріп, қазір мынандай адамдар деп оқылай. Мен сізге личностьқа тиіп жатырмын. Осы адамдардың барлығын айтып жатырмын. Сіз мен де кіріп тұрмын ғой? Иә, оның ішінде сіз де кіріп тұрсыз. Иә? Онда хақыңыз қайдан бар? Сіз де кіріп тұрсыз. Тәуекел Муслим. Иә. Әртіс. Мен өзім жасырып тұрған жоқ, мен Тәуекел Муслим, иә. Тұрсыз. Можете предъявить документы? Здесь люди сидят. Вы будете также оштрафованы. Вы предъявите мне документы. Давайте видим и проверим. Келесі қазір маған бірнәрсе не етіп отырсыз. Жоқ, Сіздің есіміңіз кім? Менің есімім Алмас. Алмас, иә? Алмас. Сіздің қандай құқығыңыз бар қазір есім маған айтуға? Менің құқығым бар. Мен мына жақта әкімшілік қызметкерімен бірге келіп Сіз кімсіз? Мен өзімнің блогымды жүргіземін деген сайтта. Иә. Осы сайтта барлығы. Сіз сына құқығыңыз бар ма есім айтуға маған? Бар. Сына құқығыңыз бар, иә. Қай жерде? Бірінші сіз заң бұзып тұрсыз қазір. Сосын заң бұзып тұра маған әңгіме айтып жатсың да, иә? Мен сізге әңгіме айтып отырмын. Сіз маған тұрсыз. Не істеп тұрсыз? Тоқтан, Азамат? Азамат емес, Алмас. Алмас, кішкене жай, эмоцияны түсіріп, жай ма? Жоқ, менің эмоцияны сіз бастадыңыз. Мен бастап тұрмын ба? Эмоцияны сіз бастадыңыз. Азамат, сіз тұр, Алмас, сіз тұрыңыз да, осындай адамдарда деп тұрсыз. Иә, өтірік па не? Сіз қайдан өтірік па? Қандай өтірік? Өтірік па деп тұрмын. Мына кісіден дұрыс сөйлесіп тұр ма? Құжаттарыңыз бар ма?
міне мен көріп жатырмын. Алмас, сіз қазір дұрыс сөйлесіп тұрған жоқсыз. мен жоқ, Тәуекел мырза. Екеуміз бір-бірімізді танымаймыз. Біріншіден. Сіз үйтіп айтуға құқыңыз жоқ. Тоқтаңыз. Сіз менің Сіз мені тоқтатасыз ба? Иә, тоқтата аламын. Иә. Сіз де мені тоқтаттыңыз ғой. Мен сізді тоқтатқан жоқпын. Протокол толтыра Толтыра берсін, мен Сіз бүйтсеңіз болады. Камераға түсіріңізші, камера келісейік деп отыр. Сіз кіммен қалай келісейін жатырсыз? Брат, к сожалению, сөйлесейік деген ғой, жаққа келісейік деген туралы сөйлесеміз. Жоқ, енді бір адам бұзғыш мына кішкентай баланың туған күні болып отыр дегендей. Енді заң бәріне бірдей ғой. Осындай жағдай болып отыр, киномыз шығайын деп отыр, кішкене енді өзіміз отырып кішкене адамдарымыз бармай тұрып дауыс көтеріп. Мен көтеріп отырмын. 15 сутка қамалып бересіздер ме? Жоқ, мен көтеріп тұрмын ба? Шыңғыс, Мына жерде камера көріп тұр ма міне? Камера түсіріп тұр. Келді Алмас деген жігіт, мынау сіздің қызметкерлеріңіз. Мен қызметкер емеспін, әкімшілікте Жарайды, мүлдем блогер деп қатысым отырсыз жоқ. ғой. Иә. Блогерденіз ғой. Шыңғыс. Алмас тұрады да? Шыңғыс, Алмас тұрады да маған айтады. Осындай человек не кісілер. подчиняется здесь вообще. Не үшін? Неадекватный, да, или как? Жоқ, мен не подчиняется? Тәуекел. да? Иә, қараңыз, Шыңғыс. Алмас келді да маған жаңа камера түсіріп отыр. Осындай кісілердің кесірінен деп айтып отыр да. Сонда біз қандай кесіріміз бар біздің? Сіз қараңыз, мен түсіндірейін енді, иә? Мен түсіндірейін. Мына жақта қанша адам отыр? Мына жерде енді Барлығында ПЦР тест бар ма? керек болса тапсырамыз. Жоқ, қазір бар ма қолдарында? Енді Жоқ қой. Қазақстанда жүрміз ғой бізде. Зачем біз шетелде жүрген жоқпыз? Жоқ, мен сіз мына жақта қандай залал келтіріп тұр дейсіз ғой. Мүмкін біреу ауырып тұрған шығар, қайдан білесіз? Кірген кезде температурасын тексердіңіздер ме? Тапсырады, тексереді. Енді ішке кіре берсек көрді ғой. Сіз гарантия бере аласыз ба ешкім Енді ауырмайтынына? сырттан тексерді ғой. А? Температура өлшеген адам ауырмай ма сонда? Қандай температурасы болмаса ауырмайды ғой. Тест бар ма, тест? Енді тапсырады ғой. Пожалуйста. Қашан тапсырады? Керек болса Отырсыздар ма? керек болса Түсінбедім. Сіз кім боласыз? Сіз кім боласыз? Бүйтейікші. Маған жоқ. Менің жынымды шығарып тұрған адам мына кісі. В любом случае, по законодательству организатор будет как минимум по решению суда 15 суток, остальные штраф. Пожалуйста, в порядке очереди. Приходите к оперуполномоченному Жандосу, она удостоверение. Бұл кісілер енді халыққа танымал кісілер екен. Тимур бір кешірім сұрап жатыр. Видеоға кешірім сұрап жіберіңіздер. Бұндай қайталанбайды деп. Жоқ, просто Алмастың айтқаны шамыма тиіп кетті да? Жоқ, Тәуекел, сен дауысын көтерме, қазір біз сені қамап тастаймыз. Слушаю вас, слушаю вас. Мен дауыс көтеріп жүрмін. Бірінші, сіздің есіміңіз кім? Ернат. Сен демей ақ қояйық, пока сіз, иә? Бір-бірімізді танымаймыз ғой, Ернат. Дұрыс па? Алмас деген келді да, сіздердің осындай адамдардың кесірінен дейді да, ол қалай біз барып жұқтырып жүрміз ба? Ондай айтуға болмайды ғой? Біз сізге уступка барып отырмыз. Видеообращение жасап Да каждый должен снять. И осындай адамдардың кесірінен кесірін түскен. Ол егер. Кто такой Ернат Сахаров? Вы свободны. Неге? Покиньте помещение. А что так покиньте? Один за всех, все за одного здесь. Мы тут какая-то... Можно тишину на минуту? Все понял вас. Ернат, вы, да? Можно вас? Не деп айтайын? Примерно текст Мен айтсам. мынандай карантинный мераны бұзғаныма кешірім сұраймын халықтан, ондай қайталанбайды. Ассалаумағалейкум, мен Тәуекел Мүсілім. Осы карантин шараларын тәртіпті бұзғаныма кешірім сұраймын. Біз қазір сағат 10-нан асты, 11 болып қалды. Біз енді түсірілім тобымен бүгін тойлап отыр едік. Жаңағы немізді, киномыз бітірген сәтімізді. Сол себептен 11-ге дейін отырып қалдық. Сол үшін кешірім сұраймыз. Бұндай енді қайталанбайды. Өз-өздерін сақтаңыздар, денсаулықтарыңыз күтіңіздер. Мен Жанель Макажан, карантинді бұзғаным үшін халқымнан кешірім сұраймын. Бұл негізі ойламаған дүние, Должность, фамилия, имя. Должность, фамилия, имя. халқымнан кешірім сұраймын. Сотрудник Акимата, можно, пожалуйста? Короче, разговаривать не буду. Назовите фамилию, имя, отчество. Кто звонит? Назовите мне, пожалуйста. Сіз не звондап жатырсыз? Назовите мне фамилию. Видео түсіріп қойды ғой? Түсіріп қойды видео. Нет, а зачем вы мне даете трубку? Это же коррупционное действие. Айтыңызшы, аты жөні кім? Пісір бар камераға?
братан. Имя, фамилия. Все службы имеются. Сейчас идет буран. Сіздер ұялмайсыздар, мен сіздерге, халық сіздерге қарап тілге алмай ма? Қайдан деп жатқанбыз так? біз поздравительный деді так біз бүйтіп шулап нетіп жатқан жоқпыз, біз кішігірім өзіміз. Кешірім сұрады ғой енді. Кешірім, к сожалению, на усмотрение суда будет. Мы сейчас составим протокол. Всем стоять!